Хуршит Нұржамал жайлы шындықты жайып салды. Күтпеген жай тағы да орын алды. Құрметті көрермен. Көрермен талқысына түскен Хуршит пен Нұржамалдың қарым-қатынасы төңірегінде жаңа мәліметтер пайда болды. Көптің сүйікті отбасы болған Хуршит пен Нұржамал бүгінде екіге айырылған. Ажырасқаннан кейін алғаш рет Хуршит Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында көпшілік естімеген жүректі ауыртар шындықпен бөлісті. Хуршит өз жазбасында былай дейді: достар, бәріңізге сәлем. Артық сұрақ өсе қажет емес. Қолдағандарыңызға алғыс. Көпшілік еркекті кінәлап жатыр. Иә, мен де мінсіз емеспін, менің де қателігім бар. Бірақ бәрін бір жаққа жауып қою әділетсіз. Отбасы екі адамның жауапкершілігі. Не болғанын тек екеуміз ғана білеміз. Деп ашуға булықты Хуршит. Онымен қоса Хуршит балалары туралы да жүрек тебірентерлік жазба қалдырды. Бала екеумізге ортақ. Баладан кек алу болмауы керек. Күйеу ретінде бола алмасам да әке екенім рас. Баламды қатты сағындым. Көрмесем де жақсы көрем. Мен әке болып қала берем. Деді Қосылайық жобасының бұрынғы қатысушысы Хуршит. Бұл жазба Хуршиттің баласын көрмей жүргеніне ашық түрде айтқан алғашқы жанайқайы. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл мәлімдемені үлкен уайыммен қабылдап, түрлі пікір жазуда. Ал осыған дейін Нұржамал, яғни көрермендерге Нурка деген атпен танылған бұрынғы ержігіттің экс-жұбы Instagram парақшасында көз жасына ерік беріп, өз жан сырын ақтарған еді. Ол былай деді: өмір бәрі ойлағандай бола бермейді екен. Ештеңе айтпаймын, ешкімді жамандай да алмаймын. Бір күні бәрін өздеріңіз түсінесіздер. Арамыздағы бәрі бітті. Бұған дейін не туда, не сюда болып жүрген едік. Бүгінгі күннен бастап маған Хуршит деп айтпаңыздар. Әркім өз таңдауын жасады. Егер менің ашуыма тиіп, бірдеңе айтатын болсаңыздар, шындықтың бәрін жайып саламын. Сол себепті осы жерден тоқтайық, деп ашуға булықты Нурка қызымыз. Алайда Хуршиттің анасы Айнура ханым бұл жағдайға байланысты әзірге ешқандай пікір білдірген жоқ. Еске сала кетейік, бұл Хуршит пен Нұржамалдың бірінші рет ажырасып отырғаны емес. Бірақ бұл жолға айырылысу әлде қайда салмақты, әлде қайда ауыр. Хуршит пен Нұржамал қайта қосыла ма? Әлде бұл соңғы нүкте ме? Ол әзірге белгісіз. Бірақ біз көпшілік қауым ретінде бір отбасының қайта табысуына, балалар үшін мәмілеге келуіне тілектеспіз.